bir aytып берсеңиz андай убактысында кайтаруу, кайтармоодун катери тууралуу жана эгер кайтармаган жагдайда сол карыз берүүчүнүн ажырлары тууралуу айтып берсеңиз. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi. Meseleler tuuralı köp ret aytılgan. İnşallah bu narseni aytudan jane şaşamaymiz da. İnşallah. Sebep bu narsa kerek. Kerekli narseni aytudan adam şaşamайды. Adamlarga keybirelerine jaksa, keybirelerine jakpasa, din adamdardын kalabı nemese jagуу jakpabına karap жүрмейді. Сол үшін да біз ондай нәрселерді айтудан негізінде шаршамауымыз керек болады. Содан қарыз бабы бұл жеңіл нәрсе емес. Оның ауырлығы соншалық дәрежеде Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтты ғой. Бұны көптеген бауырларды біледі. Мәселе бұл жерде білуде емес, ескертуде ғана. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, Аллах жолында елін қорғап, жерін қорғап, дінін қорғап, шахид болған адамның бүткіл күнәсінің барлығы кешіледі. Сосын тек қана қарыз дейді. Қазір маған Жибрил соның хабарын берді. Түсінікті ма? Бұл дәлел қылады. Адам жақсы амал істеп жатырмын ғой деп өзінің істеп жатқан жаман ісін ақтамау керек. Түсінікті ме жоқ па? Мен жақсы істеп жатырмын ғой деп өзінің істеп жатқан жамандығын ақтап қою керек емес. Иә, сен Аллах үшін жақсы істедің, бірақ мынандай істен сақтануың керек болады. Наби саллаллаху алейхи ва саллам сол үшін қарыздың қатерлігінен өзі өлтірген адамдарға намаз оқымаған сияқты, оқу мүмкін емес сияқты, өзін өзі өлтіргендерге құрметті адамдар намаз оқымау керек. Мұсылман ол, кейбір адамдар намаз оқу керек оған. Мұсылман болғандығынан, бірақ құрметті адамдар намаз оқымау керек. Сол сияқты Наби саллаллаху алейхи ва саллам қарызбен өлген адамдарға да намаз оқудан бас тартты. Бір ретте Наби саллаллаху алейхи ва саллам бағанағы адамға, бір қайтыс болған адамға жаназа оқиын деп тұрып, қарызы бар ма дейді. Сөйтсе иә дейді. Онда өздерің оқи беріңдер. Яғни ол деген сендер оқыңдар оған. Мен оқымаймын дейді. Неге? Ол кәпір болғандығы үшін ба? Кәпір болса бәрі намаз оқымайтын оған. Мұсылман ол, бірақ пайғамбар намаз оқымай қояды екен қарызы бар адамға деп адамдар не қылады? Қарыздан сақтанудың жолын көреді. Түсінікті ме? Соған әрекет қылады. Содан Наби саллаллаху алейхи ва саллам бауырларыңа өздерің намаз оқи беріңдер. Мен оқымаймын дейді. Сонда Абу Қатада радиаллаху анху, я Расулаллах, оқи беріңіз, мен мойныма көтерем қарызды. Сосын Наби саллаллаху алейхи ва саллам намаз оқиды. Оқиды да ертесіне сұрайды. Қарыз не болды? Беріп қойдың ба қарызын дейді. Сөйтсе енді бердің десе денесі енді суыды болмаса дейді. Қара, бір күн. Кеше берем деген ғой. Енді берем дегеннен кейін қарызды аяқтан ақша істеу мүмкін, жинау мүмкін, көбірек шығар дүниесі, солай ма жоқ па? Бердің бе десе, енді бердің десе, енді суыды денесі дейді. Яғни ол уақытқа шейін соның азабы бар болған болуы мүмкін. Алла сақтасын. Бір күнге. Қалай егер ол күндер, айлар, жылдар болса, қияметке шейін болатын болса, онда қалай болады? Хасан Басир рахимахулла айтады ғой. Мен ризқымды басқа біреу ала алмайтын екенін білгеннен кейін тынышып қалдым дейді, рахаттанып қалдым дейді. Ризықтың артынан ит сияқты жүгіретін дейді. Түсінікті ме? Тынышып қалдым дейді, алхамдулилля. Менің ризқым басқа ала алмайды екен. Мен себебін аламын, істеймін, тіршіліктің себебін аламын да болды. Ар жағынан не дейді? Менің істейтін амалымды басқа адам істемейтін екенін біліп, амалыммен шұғылдандым дейді.
Балдар беріп қояды, мүлкім бар ғой, анау мына, ой, балдар не істейді саған? Солар сенің мүлкіңді таласып қалсашы. Сен қайтыс болып кеткеннен кейін олардың әрбірінің өзінің қайғысы бар сенің мүлкіңде. Біреу мынаны аламын деп ойлайды, мынау біреу мынаны аламын деп ойлайды. Сенің артыңнан қарзыңды ойлап тұрған әркімде де бала бола бермейді ондай. Дұрыс баланың өзі де дүниені көргенде қателесіп кетуі мүмкін. Ондай балдар болса жақсы. Абдуллах ибн Зубайр радиаллаху анху сияқты. Әкесі қайтыс болғаннан кейін балдарына ешбір мұратын таратпай жариялап 4 жыл іздейді, 4 жыл. Зубайр ибн Ауам танықты адам ғой, сахаби. Ол кісі алған адамдарды, ақша берген адамдарды 4 жыл хажда іздейді, хажда, Меккеде. Жариялайды. Кімнен егер Зубайр мүлк алған болса, келсін маған, мен төлеймін деп. Міне бала, міне перзент қандай. 4 жылға шейін балдарына бір тиын таратпайды. Әкемді елдер таныған, келсін қаны. 4 жыл өткеннен кейін, ешкім келмей қойғаннан кейін, әкесінің мұрасын таратып береді. Радиаллаху анху. Сахабидан мı? Түсінікті ме жоқ па? Ол перзенттер кімде бар екен ондай перзент? Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін осы күнде көзің ашық па? Рухың денеңде ме? Ерте күнде бар қарызды беріп қой. Аллах субханаху ва таала ертең есептегенде қарыз себепті дүние алмайды. Сенің жақсылығыңды алады. Ол күнде жақсылыққа ең қатты кедей жағдайың болады. Түсінікті ме? Қатты суға мұқтаж болған адамды қолынан суды алып қойсаң, қаншалық дәрежеде ол әлекетке жолығуы мүмкін. Одан да жаман. Себебі дүниеде сусыз қалса, ол әшейін өлім керек болды. Ақыретте жақсылық қалатын болса, оның баратын жері тозақ болады. Сол үшін осы дүниеде жағдай барынша, мүмкіншілігі барынша адам қарызды алғаннан кейін төлеу керек. Және бір нәрсені ескертеміз, адам қарыз алған уақытта төлеймін деген дұрыс ниетпен алу керек балалар. Иншалла. Одан бұрын қатты мұқтаж болмаса адам қарызға кіре бермеу керек. Қазіргі күнде адамдар көп қарызға кіріп кетеді. Барлығы көп ақша табу дәметудің артында. Ақша. Түсінікті ме жоқ па? Көп ақша табуды дәметеді, миллиондаған теңгеге қарызға кіріп кетеді. Оны қашан төлейді? Өмір бақи бетте, теріде темір болып кетеді өзі. Ұялмайтын болып. Түсінікті ме жоқ па? Негізінде ғалымдар айтады, қарыз деген соншалық дәрежеде бұл ятты адамға, күндіздің қорлығы, түннің қайғысы. Бұл яты бар адамға. Ана қарызы бар адамды көргенде өзіңіз, осы адамның бетіне қалай қараймын деп, ол ятты адам қашады, ұялады да. Түнде қайғы қылады, не істесем, қалай төлесем екен осы қарызды. Ертең бірнеге болып қалса не болады екен? Ертерек төлеу керек еді ғой, қайғы қылады. Бұл яты бар, иманы бар, инсафы бар адамдікі. Егер ят болмаса, Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, егер ұялмасаң қалағанды істей бер. Ятсыз адамның ісі. Сол үшін адам жағдай барынша қарызды да қатты мұқтаж болып жатса, алады, адал оған қарыз алу. Қажет болып тұрса, amma әшейін бір дүниенің қызығын көру үшін ғана қазір ғана той істейді, анау істейді, мынау істейді, 1000 түрлі халықтың арасында. Соның артынан қарызға кіріп, қорлығы одан да жаман, риба менен процентпен қарыз алатын болса, одан да жаман. Аллахтың ләнетіне жолығады соменен. Демек, қарызды адам дұрыс жолға, дұрыс себеппен алу керек. Екіншіден алғанда да иншалла жағдай барынша әрекет қылып төлеп берем деген ниеттен алу керек. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде-кім адамдардың малын құртамын деп алса, Аллах оны құртады дейді. Төлеп беремін десе, Аллах төлеп беруге өзі жеңіл жасайды. Түсінікті ме жоқ па? Демек, бұл қарыз алушы туралы. Ол бапта және сөз айтатын болсақ сөз көп. Екіншісі, қарыз беруші болған адамдар. Қарыз беруші болған адамда
жағдай барынша қарыз деген сөз бұл сауап деген ол. Сөкті ме жоқ па? Қарыз дегеннің аудармасы шариғатта ол не ол? Сауап деген. Яғни сен бересің да оған не қыласың? Көмектесесің. Жағдайын жаратып бересің. Солай ма жоқ па? Тайып, сауапты міндет қылған адамға не бар? Ештеңе жоқ. Аллах айтады: ей момындар, сендер істеген садақаларыңды, қарыз садақа ол. Садақаларыңды міндет қылуменен, бағанағы садақа қылған адамға азар жеткізуменен амалдарын құртып қоймаңдар. Тура рия үшін берген, істеген жақсылық істеген адам сияқты. Рия менен амал қалай бекер болып кетеді, тура сол сияқты міндетпенен істеген жақсылығының артынан азар беру арқылы істеген амалын жойып жібересің, жоқ қыласың сен. Сөкті ме жоқ па? Қарыз берген уақытта біз ажырды сауап деп беруіміз керек. Себебі ол жақсы амал. Сөкті ме жоқ па? Сол үшін сол қарыздай болып қалу керек. Дүниеге айланып кетпеу керек о нәрсе. Мысал қазір сен қарыз бересің біреуге, солай ма жоқ па? Ертең уақыты келіп сен зекет беруің керек. Солай ма жоқ па? Бағанағы адамға сенде анау 50.000 теңге бар еді ғой дейді. Иә десе, соны маған бермей ақ қоя сал, саған зекеттен деп есептеп жіберсе, бола ма, болмай ма деген сұрақ келеді. Мәселе түсінікті ме жоқ? Біреу сенен кедей адам 50.000 теңге алған қарызға. Сен, мысалы айтайық, 500.000, миллион теңге зекет бересің. Солай ма жоқ па? Соның ішінде 50.000 бар ғой, зекет беруің керек. Сен зекет берсең, ақшаңнан шығарып бересің ғой, ана жерде сыртта өзі ақша тұр. Айтасың, звондайсың немесе көресің де, пәленше. Ана 50.000 теңге қарызың бар еді ғой, маған беретін. Соны бермей ақ қоя сал. Зекеттен кешіріп жібердім дейді. Сол бола ма, болмай ма? Десе ғалымдар айтады, бұл дұрыс емес. Неге? Зекет беріп жатыр ғой, мұқтаж ғой десе, жоқ. Бұл жерде қарызды басқа нәрсеге айландырып жатсың. Қарыз қарыздай қалсын. Сөкті ме жоқ? Қарыз қарыздай қалсын. Зекет берем десең, қалтаңнан басқа ақша шығар. Шығару керек зекетті. Анан мынаға ұрып жіберу керек емес. Сөкті ме жоқ? Бұл бір сүйреті. Екінші сүйреті, одан да, ол да бір жаман беретті, айтады, қолына беретті. Мына өткендегі қарыз қайтармаған енді деп. Сөкті ме жоқ па? Мына 50.000 теңге зекет бар еді ғой, менікі, мынау саған қарызымды қайтар. Тура анадан садақа сұрап тұрған сияқты. Болды дұрыс емес. Сөкті ме жоқ па? Осылай. Бұл әшейін не дейді андай бір қисық жүрудің жолдарына бір мысал, дұрыс емес екеніне. Сөкті ме жоқ па? Сол үшін айтып жатырмыз, қарыз бергеннен кейін қарыз қарыздай қалу керек. Ондағы ниетті адам өзгертпеу керек. Бұл бір жағы. Екінші жағы, қарыз бергеннен кейін Аллах субханаху ва таала қарыз беруші адамға шариғат айтқан. Айтады, егер Аллах айтады, егер қарыз алған адам қиыншылық иесі болса, яғни төлеп беруге жағдай жоқ. Аллах айтады, жағдайы болғанға шейін сабыр ету керек, күту керек. Сабыр етуің, күтуің уажib, мұстахаб емес ол. Сөкті ме жоқ па? Көріп тұрсын, біліп тұрсын, ол адам жағдайы жоқ төлеп беруге. Сен күтуің парыз. Оның терісі, сен қарыз бергенсің, бірақ ол қарыздың қайтаратын уақыты келді, ақшасы бар, бірақ саған қарызды берсе, оборотында ақша азайып қалады да, оған азырақ пайда түсіп қалады да, сосын қашып жүреді. Бар ма сондайлар?
бар, бұл арам. Бұл арам. Кім жағынан арам? Қарызды сұраса бола ма? Болады. Бермей жүргенге арам. Ал Наби саллаллаху алейхи айтады, матлул ғани зулмун дейді. Қарызды қайтарып беруге жағдайы бар болып тұрып, анау адам сұрап тұрып, созып жүрсе, онда не болады дейді? Зұлымдық болады. Өзі тұра берсін десе сенде, ештеңкесі жоқ, тұра берсін. А ол сұрап жатыр. Сені оның үстінен пайда көріп жүрсің бағана ақшаны оборотқа қойып. Бұл арам бол. Бұл зұлымдық. Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады, кейбір жағдайларда ғана қарызды кешіріп жүрген адамдарға. Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады, қияметте бір пендені Аллах субханаху ва таала амалына қарап күнәсін кешіреді. Ол не істеген? Қарыз береді адамдарға. Адамдардың жағдайына қарап, біреуін уақытын кешіктіреді. Қатты, ақиқатта ауыр жағдайда болған адамдардың біразын кешіріп жібереді, бір бөлегін болса да. Осындай адамды есебі келген уақытта Аллах субханаху ва таала айтады, пенделерді кешірген адамды мен кешіремін дейді. Түсінікті ме жоқ па? Осында ойлау керек адам. Айттық қой, қарыздан мақсат сауап. Одан да жақсырағы не екен? Кешіктіру. Осы мысал май айында беретін болса, 3-4 ай кешіктіріп, 2-3 ай жағдай бер оған. Солай ма жоқ па? Кешіктір, мүмкін жағдай болып қалады шығар. Солай ма жоқ па? Одан да жақсысы бір бөлегін кешіріп жібер. Жақсы. Осы 100 теңге болатын болса, 25-ті бермей ақ қойсаң, маған 75 бере сал. 30-ды берме, 70-ті берсең де жетеді. Түсінікті ме жоқ па? Одан да жақсысы кешіріп жіберсе, жағдайын көріп тұр. Ақиқатта осындай бір нашар жағдайда осындай нәрселерді ойлау керек. Түсінікті ме жоқ па? Соменен момындардың арасындағы, яғни мейірімділік, қарыз бабындағы мейірімділік сонда жүзеге асады. Amma sen de tek қана осы адамдардың ақшасын жинауменен әуре боласың. Ол да осындай бір мейірімсіздікпен шұғылданады. Онда қарыздың артындағы момындардың арасындағы мейірімділік өшеді. Бұл жақсы емес.